Әшірбекова Гүлмира Шайтмағамбетқызы 1975 жылы 28 қазанда қарапайым отбасында дүниеге келген. 1982-1992 жылдар аралығында Қызылорда облысы Шиелі ауданы Төңкеріс аудандық округі номері 158 Киров атындағы орта мектебінде білім алған. 1992-1996 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика мамандығы бойынша бакалавриатта, 1996-1998 жылдары аталмыш оқу орнының журналистика мамандығы бойынша магистратураны оқып, тәмамдап шыққан. 1998 жылдан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасында оқытушы, 2001 жылдан аға оқытушы қызметін атқарған. 2002-2005 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ізденушісі болған. Әл-Фараби атындағы университетте Алматыдағы журналистика факультетінде ол бір курс төмен оқыды менен. Ол еңбекқор және бір қарлығаштың қанатымен су сепкен қарлығаштай үнемі жақын адамдарына көмектесуге дайын тұрады. Және ең бір жақсы қасиеті ол студенттерді жақсы көреді. Және журналистика мамандығында сабақ беретін ол қайтсем сол балаларға бір нәрсе үйретсем, қайтсем сол балалар бір жерден шығады деген ойды үнемі назарында ұстап жүреді. Оның айнымас кредосы деуге болады. Сондықтан да Гүлмираны мен жасы кіші болса да өзіме үлгі тұтам. Оның жазғандары, оның айтқан ойы үнемі біздің көңілімізден шығады. Ізіне балаларды ерте біледі. Ол өзінің ұстамдылығымен, адамгершілік қасиетімен біздің арамызда сыйлы, отбасында сыйлы. 2007 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық кеңесте Асқар Тоқмағамбетовтің публицистикасы тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алған. Әдебиеттану, журналистика салалары бойынша халықаралық республикалық ғылыми тәжірибелік конференциялар жинағында 50-ден астам, халықаралық және республикалық ғылыми басылымдарда 30-дан астам ғылыми мақаласы жарияланған. Шетелдік импакт факторы бар Скопус базасындағы басылымдарда журналистиканың өзекті мәселелеріне арналған 4 ғылыми мақаласы жарық көрген. 2012-2014 жылдары Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыру конкурсы бойынша Сыр өңірі журналистикасы тарихы, қалыптасу даму кезеңдері атты ғылыми жобаның орындаушысы қызметін атқарған. 2009 жылы Сырдария кітапханасы редакциясында редактор қызметін қосымша атқарған. 2011 жылы Республикалық ғылыми әдістемелік тағылым журнал редакторының орынбасары, 2012 жылы Республикалық Тұрмағамбет журналының жауапты хатшысы, 2013 жылы Республикалық ғылыми танымдық Базар жау журналының жауапты хатшысы, 2016 жылдан Алашинформ ақпарат агенттігінің редактор қызметін, 2017 жылдың желтоқсан айынан облыстық рухани жаңғыру орталығының атамекен және ақпарат толқыны бөлімінің басшысы қызметін атқаруда. Сырелі қаламгерлерінің 200 томдық Сырдария кітапханасы антологиясының шығуына қосқан үлесі үшін облыс әкімінің алғыс хатымен, Қызылорда қаласы әкімінің дипломымен, университет ректорының бірнеше алғыс хат дипломдарымен, Қазақстан Республикасы кәсіподақ ұйымының құрмет грамотасымен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мерейтойлық медалімен марапатталған. Қазір Гүлмира оқытушылықпен бірге тағы да жоғары лауазымда қызметте жүр. Біз оған қуанамыз. Гүлмираның барған жері үнемі жанып кетеді десе болады. Ол өйткені жақсы ұйымдастырушы, іскер әйел. Сондықтан да Гүлмираның барлық болмысы туралы айтқанда мен мақтанышпен менің осындай құрбым бар, менің осындай сіңілім бар деп толық айта аламын. Оның барлық өмірі, барлық жүрген жолы жастарға үлгі болады деп ойлаймын. Гүлмира туралы көп айтуға болады. Ол отбасында үлгілі ана, жақсы жар, оның балалары өте мейірімді, жақсы сабақтарын жақсы оқитын, өте үлгілі балалар. Гүлмира мен оның жолдасы Талғаттың жақсы жақтары өте көп. Біз оларды үлгі тұтамыз. Заң ортақ нәрсе, бәрімізге ортақ тәртіп, ереже. Ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің уақытын аялау демекші. Жас ұрпақтың білім кеңістігінде самғауына жол ашып жүрген жандардың бірегейі Гүлмира Шайтмағамбетқызы. Жауапкершілігі жоғары қызмет жолын таңдаған ұстазымыз әрбір шәкіртін білім нәрімен сусындатып, болашаққа бағыт-бағдар беріп, әрқайсысының өз алдына кәсіби маман болуларына себепкер жандардың бірі.
Өміріне қағаз бен қаламды серік еткен ұстазымыздың мақала жазып кітап оқығанды жаны сүйеді. Қазіргі таңда ардақты ана, аяулы жар, білікті ұстаз. Әрбір әйел затына үлгі боларлықтай нәзік жаратылыс иесі.